ата-енем мені жақтырмайды, менің әрбір ісімнен үнемі ілік тауып отыра береді дейтін келіншектерге менің айтатын кеңесім: сіз ата-енеңіз қандай да бір сөз, қандай да бір сын айтатын болса, сол нәрсені ауыр емес, жеңіл түрде қабылдауды үйреніңіз. Яғни бұл жерде дұрыс, сау қарым-қатынас орнату үшін, гармонияда әдемі өмір сүру үшін біз не істеуіміз керек? Ата-ене болсын, жолдасымыз болсын, барлығына жеке шекарамызды көркем түрде қоя алуымыз керек. Ол деген сөз, ата-енеге бас салып, ойбай сен менің үйтпедің, мен бүйтпедің деген секілді ұрыстарды келтірмей, нақты өзіңіздің ішкі ойыңызды, позицияңызды айта біліңіз. Яғни бір рет айтасыз, екі рет айтасыз, үшінші ретте ата-енеңіз жәймендеп сізге үйрене бастайды. Яғни сіз ата-енені де, жолдасты да ешқашан өзгерте алмайсыз. Олар жеке тұлға. Жеке тұлғаны біз никогда өзгерте алмаймыз. Сол энергияны, сол кеткен фокусты сіз өзіңіздің жеке жолыңызға, жеке тұлға ретінде қалыптасуыңызға, өзіңіздің біліміңізге, өзіңіздің қандай да бір қызығушылығыңызға арнаңыз.